Сәлем, қатысушылар, құрметті көрермен. Әуелі құттықтаудан бастайық. 7 мамыр, отан қорғаушылар күні құтты болсын. Ел қорғаудағы ерлігіңіз бен адал қызметіңіз біздің мақтанышымыз. Жымас қайрат, отбасыларыңызға аманшылық тілейміз. Бар болыңыздар, бай болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Отбасын құруға әбден дайын отырсыздар. Ертең отбасын құрып, шаңырақ көтерген кезде сол отбасыларыңыздың тірегі болыңыздар. Шаңырақтарыңыз ешқашан шайқалмасын, жігіттер. Қатысушылардан ең алғашқы болып құттықтауды Диана бастамақ қой деймін, иә? Ұлдарды қазіргі келіп жеткен мерекелермен құттықтаймыз. Арқа сүйер азаматымыз болып жүре беріңіздер. Сіздерге сенеміз. Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті ер азаматтар. Сіздерді отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Барлығы сіздердің арқаларыңыз біздің осылай еркелеп, сіздерге аспанымыздың ашықтығы, осындай бейбіт елде өмір сүріп жатқанымыздың барлығы сіздердің арқаларыңыз. Көп рахмет, және де құтты болсын еще раз. Ассалаумағалейкум, жалпы қазақ елі, өзімнің қырғыз мекенімнің атынан жалпы қазақ елін мекен құру күнімен құттықтаймын. Келіңіздерде әрдайым тыныштық болсын, қазақ-қырғыз бір туған, әрдайым достастық, ынтымақтықта жүре берелі. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Келіп жеткен 7 мамыр отан қорғаушылар күні құтты болсын. Аталарымыз аман болсын, үлкен көкелеріміз аман болсын. Сіздерге де рахмет, қыздар бүгін әдемі болып құлпырып отыр. Сырт келбеттері ғана әдемі болып отырған жоқ, дайындаған тосын сыйлары да әдемі. Олардың образдарына мән бере кетсек, бүгін олар қатты әдемі болып отыр. Бірден өзіңнің сыйлығыңнан бастап кетпедік бе? Сенің сыйлығың кімге? Мұхаммед Алиға. Мерекен құтты болсын, әрқашан осындай тік мінезде қал, және де әрқашан мені всегда жақтап жүреді маған. Эльдана, жалғастыр. Біздің осы жерде қыздардың өткенін лупамен қарайтын біздің харизматичный жігітке Нұрсұлтан. Біздің сұлу жігіт, харизматичный жігітке хош иіс тасып жүрсін деп. Рахмет, мен негізі Камила ханым өзім негізі қой сасимын ғой. Күшті сасып жүр деп парфюм беріп отқансың ғой. Рахмет Елена. Анар. Мен бастайын. Сыйлығым Нұрланға мужской отделдан сертификат, өзіне ұнағанында қалап, может, үстіне қосып қалғанда аларсың. Қошеметпен Нұрлан мен Анарды орнына жайғастырайық. Менің сыйлығым осы жобадағы сымбатты жігіттің бірі енді Қайсар ғой бойы. Мен түсіп қаппын, енді бізде жеребевка болды ғой. Менің пакетіме бәрі жаңағыдай ыңғайсыз қарап жатыр екен, енді қарапайым пакет болғанмен, бірақ ішіндегі зат өзіңе өміріңе жалпы көмегі болады деген сенімдемін. Үлкен рахмет. Мейрам. Рената? Менің сыйлығым Қырғыз мемлекетінен келген Залқарға. Ішінде не бар? Ашып көре салшы, мен түсіндірмей ақ қояйын. Аллаға шүкір жүрек. Қандай әдемі? Тоққа қосылады, қосқан кезде жанады. Ой, қандай әдемі. Жүректер Алланы еске алумен жай табады. Жарайсың, Рената, әдемі ерекше сыйлық екен. Бота? Мында Ария ашуға қорқып отыр, сол шұғыланың подарғы болғанға. Сыйлығым ол Человек-паука. Иә, сөйтіп Құрбақа. Тоже сертификат. Өзіне қалаған нәрсесін алсын. Мейрам. Рахмет көп бота. Индираның орындауында River Flows in You. Индира, жарайсың, өте талантты екенсің. Меніңше ең әдемі инструменттердің бірі пианино. Көп рахмет сам. Мен сыйлығым Бекзатқа. Ашып көрсем болады. Ішінде не бар? Барсетка. Үлкен рахмет, ризамын. Жасминмен жалғастырамыз деген екенбіз ғой. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Ал менің сыйлығым, мен жанында отырған жаңа үміткер келген кеше Шыңғысқа. Рахмет көп. Галстук деген кез келген ер азаматқа керек қой. Диана мен Аселдің сыйлықтары бар, бірақ енді ол өздерінің үміткерлеріне, сол себепті оны сәлден кейін көретін боларсыздар. Әдетте бізге ән шашулармен келетін қонақтар бар, әдеттегідей соның алғашқысын студияға шақырайық мейманымызды. Келіңіз. Қарайсың мөлдірей, көз моншағым ұстамса да, арманым мені аяғым, о менің жүрегім алып ұшқан, аяла тағы аяла. Жарайсың, Галина. Аяла әні қалай Бексұлтан ұнады ма? Қалай тосын сый? Күшті, золшыққа ұқсап жүр ма? Осылай әп-әдемі болып келіп ортаға жайғасыңыздаршы келіп. Галина студияға шығып әнімен кіріп келген кезде, шын айтам, көзіме жас толып кетті. Не қатты жылағым келіп тұр. Әдемі, даусың қандай әдемі, Галина. Отан қорғаушылар күні жігіттердің мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.
Галина қарашы, студияда қыздардың барлығын жылаттың. Эльдана жылап отыр, Рената жылап отыр, Анар жылап отыр. Мен әрең ұстап отырмын өзімді. Индира да көз жасына ерік беріп жатыр. Адам жақсы көрген адамына арнап ән жазған кезде мен осы уақытқа дейін біреуге арнап, жалпы адам баласына арнап ән жазып көрмеген екенмін. Сен әнді жаздыруға барған кезде, записке барған кезде жылап мына жаққа кәдімгідей өксік толып бір 15-20 минуттай өксігіңді баса алмай сол әсерлі болып тұрған шығар деп ойлаймын. Енді 36 сағат санап жүрмін, осы сағат 36 сағат сөйлеспеппіз. Болды, маған уақыт бер дедім де кетіп қалдым. Кеше сөйлеспеді, кеше іздеді. Сосын қатты қобалжып сөйтіп келдім. Ботам, бүгінгі мерекең, келіп жеткен мерекең құтты болсын деп айтқым келеді. Менің қасымда әрдайым менің қорғанышым болып, осы елдің қорғанышы болып, елдің ұлы болып, өзіңнің жаңағыдай осылай жадырап жайнап жүре бергенді қалаймын. Бексұлтан, сен кешелі бері Галинаны таппай жүрсің, Мен кеше келіп звондадым. Сосын бұның тарапынан звонок келгеннен кейін жүрегім кішкене дыз-дыз ете қалды. Ойладым, мамасына звондайын ба. Тіпті мамасына да хабарласам деген ой болған екен Бексұлтанның.